Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен біргеден бүгін эч-бучпак рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде менің рецептім бойынша пісіруге кеңес беремін. Сізге ұнайды деп сенімдімін. Видео қарамас бұрын менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кеттіңіз. Рахмет. Қамырын дайындау үшін сүт, ас қасық қант, шай қасық тұз, еріген сары май, жұмыртқа, ашытқы, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ұнды електен өткізіп аламыз. Ас қасық күнбағыс май қосамыз. Қамырымызды жылы жерге қойып қоямыз. Мамызды дайындаймыз. Тартылған ет, пияз, картоп, тұз, бұрыш салып араластырамыз. Мен қамырды 15 бөлікке бөлдім. Дәл видеоға қарап, эч-бучпагымызды 3 бұрышты қылып істейміз. Мен сары уыз бен ақ уызды ажыратып алдым. Сіздер өз қалауыңыз бойынша тек сары уыз қосуыңызға болады. Немесе мен сияқты сары уызға шамалы сүт қосып, эч-бучпактың бетіне жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 50-60 минут пісіреміз. Эч-бучпагымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама лүпіл басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кеттіңіз. Ас болсын.